Сәлем шайын тектірмас һәм һәр вақыт қызықсыны шандысларым. Сіздің құларығыз ішке тұтынырға әзірмейінді. Олайса тезірек күшілігіз, біргелешіп башлап жіберік. Бүгін біз сіздің білән шаян ебалақ ясаяшақыз. Ләкин ол ғади гына болмайшақ. Оның сырын нейді екенін соңырақ көрәшәксіз. Бұл құлышы үшін бізге қатырғы, көп түрлі бизәгішлер, жилім яйсы 2 яклы скотч, төслі фломастерларыбыз һәм қошы керек болашақ. Баштан қатырғыдан ябалығыбызның гәүдәсін кесіп алабыз. Мында бірнеше бөкілі тұрған жер бар. Қазір біз аларны бөкіліп қоябыз. Бүкләп шықтық. Қазір барысында бізге ябыштырып шығарға керек. Мұның үшін ябышашақ жерлеріне мен 2 яклы скотч ябыштырам. Менә шулай келіп шықты. Қазір ябалықны бизәп қойырға керек. Мұның үшін мен алдан оның көзлерін, тұмшығын һәм қанатларын кесіп алдым. Оларны ябыштырып қына қоясы қала. Болды, ябалығыбыз әзір. Қазір мен сізге оның сырын ашам. Оның ішіне сіз өзіңіздің ең яратқан фломастерларыңызны, ең яратқан қаламдарыңызны тотыра аласыз. Һәм оларны һичшиксез саклап торачак. Дуслар, сіз дә мондай ябалакларны ясап карагыз һәм Инстаграмга Шаян кулышлары хэштегы белән чыгарыгыз. Бүгенгә исә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.